Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын сырдың құрамымен бөлісемін. Небәрі 3 қана заттан тұрады. Ең алдымен қазанымызға сүтімізді құйып аламыз. Мен 2 литр сүтті қолдандым. 1 литр сүтті қолданып жасасаңыздар да болады. Магазиннің сүтімен жасасаңыздар да сырымыз өте дәмді болып шығады. Одан соң сүтімізді газымызға қойып, керекті заттарымызды дайындап аламыз. 2 литр сүтке 4 жұмыртқаны қолданамыз. Осылай жарып, ыдысымызға салып, үстінен қаймағымызды салып аламыз. 2 литр сүтке 4 жұмыртқа және 4 қасық, ас қасықпен 4 ас қасық қаймақ қолданамыз. Одан соң тұзымызды салып аламыз. Осылай 1 чайный ложка тұз және 1 чайный ложка қантымызды қосып аламыз. Қантты қоспасаңыздар да болады. Осылай жақсылап қаймағымыздың іртігі кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтығы осындай болу қажет. Одан соң сүтіміз қатты қайнамау керек. Шамалы қызса үстінен осылай дайын начинкамызды салып, отымызды орташа отқа қойып жақсылап араластырамыз осылай. Одан соң осылай іртік бола бастайды. Осылай іртік болғанша қайнатамыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап араластырып, түбінде араластырып тұрамыз, себебі жабысып қалуы мүмкін. Одан соң міне көріп тұрғандарыңыздай біздің сүтіміз, начинкамыз дайын болды. Міне осындай болу керек. Одан соң осындай марлімізге, таза марлімізге сүзіп аламыз. Жақсылап барлығын суын ағызып, сүзіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай іртігі бір-біріне басып бірігіп әдемі болып тұру керек. Одан соң марліміздің басын біріктіріп, осылай сырымызды жақсылап сығып аламыз, суын шығарып. Мүлде суы қалмау керек. Сырымыздың әйтпесе басы бірікпей қалуы мүмкін. Осылай ыстық кезінде суын жақсылап сығып аласыздар. Ыстықтай сығып алуларыңыз керек. Себебі сырымыздың басы бірікпей қалуы мүмкін. Одан соң осылай марліге қалдырсаңыздар да болады. Немесе ыдысқа салып, жақсылап үстін басып, осылай үстін басып шығасыздар. Басы жақсылап бірігу үшін ауасын шығарып, одан соң үстіне салафан жаптым мен. Осылай салафанмен жақсылап жауып, ыстық күйінше бетіне ауыр зат қойып қоясыздар. Мен 5 литрлік суды қолдандым. Осылай бірнеше сағатқа қалдырасыздар. Мен 5-6 сағатқа қалдырдым. Міне сырымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Қыздар, жасап көруге кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңыздай басы біріккен. Магазиннің сырынан әлде қайда жақсы болып шығады. Өте дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.